сипаттамасы берілген, сол тұсқа барып біз оның анықтамасымен сипаттамасы бүйрек нефронында қан қысымының әсерінен сұйықтықтың түзілуінің процесі. Түзілу процесі. Келесі бізде таңдамалы репсорбция дегеніміз. Бізде келесі кім шығады? Кім келе ғой? Келе ғой. Оның анықтамасы таңдамалы репсорбция дегеніміз қамыс бүйрек түкшелерінде өткен пайдалы заттардың қайта сіңірілуі. Жақсы, өте жақсы. Абсорбция дегеніміз алуға келе ғой. Абсорбция сипаттамасы асқорыту кезінде пайыз заттардың ішек қаламасы арқылы алу. Өте жақсы, жарайсың. Фильтрацияның себебі алдыңа келе ғой. Бүйрек шумақтарының жоғары қан қысымы. Өте жақсы, тамаша. Кері фильтрацияның себебі Айзере келе ғой. Айзере. Кері фильтрацияның себебі осыныспен қан тамырларының төмен қысым әсерінен қайта сіңірілуі. Жақсы, өте жақсы. Нефронның сипаттамасы қайсы екен? Нефрон. Келе ғой, Езір. Нефрон бүйректің негізгі функционалдық бір роль табылады. Жақсы, тамаша. Фильтрацияның анықтамасы, алдына келе ғой. Фильтрация дегеніміз зат түзілу үдерісінің бірінші кезеңі. Жақсы, тамаша. Енді біз жауаптарымыздың дұрыс-бұрыстығын тексеріп шығайық, иә? Тамаша, біздің барлық жауабымыз дұрыс болды. Демек, біз келесі бөлімге өтеміз. Келесі бөлім бізде топқа бөлуді мен сендерге біртұтас тәрбие аясы бағдарламасында ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында мен сендерді осы QZ-мен бөлмекшімін. Яғни біздің QZ-де бағалауымызға бірге осы ондық шкала бойынша біз бағаланамыз. Және де QZ-ді алған себебім біздің осы 3-ші қараша айындағы 3-ші аптасындағы біздің дәйек сөзіміз жауапкершілік яғни біздің QZ-имізде жауапкершіліктің де мағынасы және де біртұтас бірліктің де мағынасы осы QZ-ге біріктірілген. Енді сіздерді мен осы QZ-мен бөлінесіздер, яғни бұның астында сіздердің алғаннан кейін өздеріңіздің топтарыңыз берілген, сол топ бойынша сіздер отырасыздар. Ал қанекей келіп бір-біріңдер әркім өзінің тобын ала қойсыңыздар. Жаңа сабақтың тақырыбы бүйрек жұмысына әсер ететін факторлар, яғни тамақтану рационы, дене температурасының күрт түсуі, дәрілік препараттар, созылмалы және инфекциялық аурулар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары, бүйректің жұмысына әсер ететін факторларды сипаттау. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз осы бүйрек жұмысына әсер ететін факторлар аясында болады. Біз осы жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз сендерге осы видеоролик дайындалған, видеороликті көріп шығайды. Одан беремін.
екі бүйректі салыстырдық. Яғни дәлел бүйрекке инфекция түскен кезде немесе зәр жолы бітірген кезде жағдайда ағза қоғам реакциясын қосады. Сондықтан да генерлік физик сияқты аурулар температураны 38-40 градусқа дейін көтеріп жаман жатады. Мысалы, жедел пневмония кезінде науқас қатты ауырсынып келген кезде оның дене қызуы 39 градусқа дейін көтеріледі. Яғни ол кезде адамның дененің бір бөлігі ауырып, және де несебінде өзгерістер байқалғанын көреміз. Және де бұл инфекцияның бүйрекке жетуі және де қабыну процесінің басты дәлелі екенін білеміз. Қорытындылай келе, яғни бүйрек салдарынан температураның жоғарылауы немесе көтерілуі, бұл яғни ағзадағы әртүрлі бактериялардың кездесіп жатқандығының белгісі. Біздің сіздерге беретін ең басты айтатын нәрсеміз ол яғни біз күнделікті өмірде бас ауырған кезде, іш ауырғанда, тамақ ауырған кезде жай ғана оны болмас нәрсе ретінде санап қоя саламыз. Ал негізінен оның соңы осындай қиын жайттарға алып келуі мүмкін. Сондықтан да айына болмаса да жылына 2 рет дәрігерге қаралып тұрған өте дұрыс. Біз осы сақтанамыз ба соны? Дәрігерге жылына қараламыз ба? Уақытылы қаралуы, иә? Тапсырманың мақсаты бүйрекке кері әсер беретін заттармен біз жақынырақ таныстық, иә? Осы біз өмір сүру салтымызға бүйректі сақтауды біз не істейміз? Өзімізге? Иә. Өзімізге? Иә. Енді келесі тапсырма бізде модельдеу әдісі. Бағана бері біз айтып жатырмыз, бүйрек сүзгі қызметін атқарады. Бүйректе сол сүзу қызметі қалай атқаратындығын осы біз модельдеу әдісінде көрсетеміз. Ол қалай жүзеге асады, соны қазір көрсетеміз. Яғни үш топқа мен бір түрлі модель беремін. Бірақ та осы модельде біз бүйректе, яғни топырақ қалай сүзіледі, және майлы тағамдар қалай сүзіледі, және тұзды суларды көрсетіп, мына жерде ашып беріледі. Екінші топқа мен топырақ сүзілу қалай жүретіндігін біз көрсетеміз. Мына жерге келіп сондықтан не болады. Одан кейін сіздерге керекті құрал жабдықтар. Бұл тапсырма өте оңай. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Одан кейін міндетті түрде біз қою керекпіз. Яғни одан кейін бүйрек сүзгісін модельдеуге сендерге осы параққа өздерінің кестеге қалай жүзеге асты, сүзгі қандай болды, оның қалдықтары қалай болды, бұл сүзгі парағын осы бақылау парағында жазамыз. Бізге керекті құрал-жабдықтар пинцет және де тұзды су. Жалпы тұз бен су қосындысы сүзілген кезде су тұздан тазалауы мүмкін, бірақ толық тазаланбайды. Себебі су несебағаздан сүзгіштен, яғни су сүзгіштен еркін өтеді, ал тұз болса сүзгішке кептелісіп қалады. Яғни біз бұл қалай жүзеге асады? Фильтрді салмаймыз ба? Ол үшін біз не пайдаландық? Биологияда пайдаланатын фильтр қағазы, иә? Сүзгі ретінде біз фильтр қағазын пайдаландық. Енді тұзды суымызды 2 бүйрекке құямыз. Апалар көрсін сіздер. Яғни несебағар арқылы бізде зәр түзіліп жатыр. Болды.
яғни көріп тұрғандарыңыздай су су сүзгіден еркін өтіп тұр. Ал ішіндегі тұзымыз болса, фильтр қандай өзгеріске ұшырады осы жерде? ал фильтрімізге тұздар Фильтрге тұздар жиналды, иә? Мақұл, жарайды, ішіне түсіп кетсе қоя салаға. Біз осыған байланысты осындай тәжірибеге көз жеткіздік. Жақсы, жағы. Келесі, ал алға. Ол омарт қағидасының екі жағында бел тұсында орналасқан. Ал бұл несебағар. Несебағар дегеніміз ол бүйректен шыққан заты қуыққа дейін жеткізетін ұзын әрі жіңішке түтікше. Бұл қуық дегеніміз яғни барлық зәрлердің жиналатын бір орын. Енді құрал жабдықтарға келетін болсақ, бұл жерде бізге осындай стақан және де медициналық шұңғылар, немесе түтікшелер, одан кейін топырақ, пинцет және де биологиялық арнайы қағаз, Шыны, ыдыс, иә, ол. Енді фильтрімізді саламыз. Фильтрімізді саламыз. Бүйрек сүзгісімен топырақ тәрізді ірі бөлшектер өте алмайды. Себебі бүйректен тек қана ұсақ молекулалар мысалда тұз, су, глюкоза, несебдар тәрізділер ғана өте алады. Топырақ қатты және де ірі зат болғандықтан ол сүзгіні бітеп, керісінше жұмыс жасау барысын тоқтатады. Енді біздің осы тәжірибемізді қорытындылай келе, бұл жерде яғни бізде мына топырақтар қайдан шықты деп ойлайтын шығарсыздар, яғни бұл біздің күнделікті жеп отырған фастфуд тағамдардан, майлы тағамдардан, фастфудтардан, ащы тағамдардан, таза емес сулардан пайда болатын осы топырақ осылардан пайда болады. Біздің фильтріміздің қазіргі жағдайы қандай ахуалы деп айтуға болады. Бүйректегі екі фильтр. Жақсы, рахмет. Келесі. Келе ол. Бүйрек сүзгісінен өткізу болады. Яғни бұл жерде бізде оң жақ бүйрек және де сол жақ бүйректі берілген қызыл тамырлар, яғни бұл қызыл тамырлар бүйрек артериясы, ал көк тамырлар бүйрек венасы. Ал оның астында тұрған қуық және де бүйректің қасында тұрған бізде несеп бағыр. Мен бұларға жеке тоқталатын болсам, артерия, бүйректің артериясы ол бүйректің оттегіге бай, таза, яғни ол бүйрекке қанды тасымалдайды. Ал вена керісінше бүйректен шыққан қанды жүрекке тасымалдап отырады. Ол деген несеп бағыр ол бүйректегі жинап жатқан зәнді қуыққа жіберіп отырады. Енді біздің моделімізге тоқталатын болсақ, бізге керек заттар болады пинцет, сүзгі парағы, өлшеуіш стакан керек болады. Негізінен бізге модель берілген. Көріп тұрғандарыңыздай, майлы суды құйғаннан кейін зәр несебағар жолы арқылы қуыққа қарай жетті. Ал қалған майлар осы сүзгі парағының үстінде қалды. Бұл бізде модуль жай ғана көрсетілім болғаннан кейін, егер де біз әдейілеп сүзгі парағының тесіктерін ірі етіп жасайтын болсақ, онда мүмкін май қалдықтары осы зәрге қарай өтіп кетуіне мүмкін болар еді. Ал шын өмірмен салыстыратын болсақ, егер де бізде екі бүйректе аман есен сау болса, онда ешқандай қалдықты зәрге өткізбеу керек болады. Ал бүйректе бір ақау зақым болатын болса, онда одан қалдықтары осы зәрге қарай өтіп кетеді. Жақсы. Фильтрді алып көрсеттік пе?
майлы фильтрдің жағдайы осындай болып тұр. Жақсы, рахмет. Жылдам басып шығайық. Жылдам басып шығайық. Келесі. Тез басып шығайық. Баса беріңдер. Мына жақтан несі шығады. Бекітеміз. Яғни мына күйермен болмаса сілтемемен кіреміз. Күйді сияқты. Бәріміз кірсек, бастайық. Бәріміз кірдік қой. Кірдік қой, барлығы. Екі оқушы қалды. Al, бастайық. Үйге тапсырма, бүйрекке саулық үшін не істеу керек тақырыбында қысқаша кеңес парақшасын дайындап келесіздер. Енді балалар, бүгінгі алған